Демеке биік рухыңмен халқыңды өттің ұлықтап, жан едің асыл бек қылық, әр сөзің елге екті үміт. Балтырың қанап жүрсе де жоғалтпай кеттің тектілік. Балтырың қанап жүрсе де жоғалтпай кеттің тектілік. Жомарттық саған жайлығым, жетімге жетті шайлығың. Миллиардты жиып жатпадың, жүрекке сыйды байлығың. Ол едің бірақ қопал ең, бұзбады сені тоқ әлем. Сәбисіз ғұмыр. Мұхаммед Ахметұлы Қонаевтың 110 жылдық мерейтойы аясында Балқаш ауданы Бақанас ауылында бой көтерген ескерткіштің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Әкімі Бозымбаев Қанат Алдабергенұлына беріледі. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың ескерткішінің ашылу салтанатына бүгін қош келдіңіздер деймін. Элдар Асқарұлы Қонаевқа беріледі. Бүгін тарихи күн. Дінмұхаммедұлы Қонаевтың ескерткіші Бақанаста ресми ашылды. Қазақша айтқанда ақ түйенің қарны жарылған, еліміз үшін, оның ішінде Балқаш өңірінің халқы үшін үлкен бір атаулы күн болып отыр. Қазақ айтады, игіліктің ерте кеші жоқ дейді. Аман сау болыңыздар. Ассалаумалейкум. Міне Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың мүсінін қойылды. Осы мүсінге біз жүгіріп жүргенімізде уже былайша айтқанда 2016-тан бері. 2016 жылы осы жердегі Ләтіп деген ақсақал бізге келіп жолықты. Соны қойып берсеңдер деп. Сөйтіп біраз адамдарды қостық, олар ешқайсы қосылмады. Сөйтіп Дәулет ағамен 2019-да жолығып, сонымен міне енді ғана біттік. Міне Қанат Бозымбаев бәрі келіп, соны ашып қайтты. Енді бұл біріншіден Ләтіп ағаның арқасында осы бәрі қойылған. Вот сол кісіге осы Балқаш ауданының фондына, 100 жылдығына құрылған фондына, соларға рахмет. Осы мүсінді солардың ойларынан, енді бәрі солардың ойларынан шықты, бәрі қосылған адамдарға алғыс білдірем. Бәріне рахмет. Осы азаматтар болмаса, осы ескерткіште болмас еді. Ең бастысы осыны бастаған, жаңа мен айтып отырмын, әруағы разы болсын, Нұртайұлы Ләтіп ақсақалдың аманат еді. Осы үлкен іске қаржылай үлес қосқан, еңбегімен үлес қосқан мінекей бір топ адам бар. Айта кетейін, біріншісі мінекей осы кісіден кейін Дайырбеков, Мүсілім Дайырбекұлы деген үлкен ақсақалымыз бар. Біздің сол үшін де бір қол соғып қойыңыздар. Молда Қасымов Алтағу деген ағамыз. Еспаева Әсен Сүлейменовна әпкеміз, Шабдарбаев Арлан Амангелдіұлы, мінекей осында жаңа сөз сөйледі әкесі Амангелді бауырымыз. Сол баламызда мінекей үлкен үлес қосты. Құлмахан Әмір ағамыз осында отыр. Қонақбаев Серік Керімбекұлы үлесін қосты. Рысбай Алдаберген Садықұлы, Санабай Дархан Тыныштықұлы, Жұмабай Әлімбек Әсембекұлы, Сырайылов Қалдарбек Смайылұлы, Бейсенов Алдай Исатайұлы деп жаңағы үшіншінің өзінде жаңа. Сөртіне беріп бөрінің абаданындай, алаштың асқақ маңдайға біткен бағасын, өзіңді іздеп мұңайды маңға шыңдарым, сағындау бүгін өрісі биік ұлдарым. Азамат едің арманы асыл
бейтерек едің желігі жасыл, саяңда қалған қара орман елдің тұрысы екен мәңгі мерейі тасып. Тұрысы екен мәңгі мерейі тасып.